Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің бір өзімнің хоббиім бар, блокнот жасау. Әртүрлі форматта, әртүрлі дизайнда блокноттарды жасаймын. Бүгінгі осы видеода сіздермен керемет бір блокноттарды жасап шығаратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Маған Түркістан облысы Отырар ауданынан осындай керемет блокноттарға тапсырыс келді. Қазыбек бидің суреті және оның сөзі және өмірбаяны жазылған блокнотты менен тапсырыспен сұрады. Осы тапсырыс бойынша блокноттарды жасай бастадым. Блокнот жасауға арналған менде арнайы осындай переплетный машинка бар, және ламинатор жасайтын аппарат, және түрлі түсті цветной принтеріңіз болса, сіз блокноттардың түр-түрін жасауыңызға болады. Блокнотты жасау үшін алдымен осындай дизайн жасап алуыңыз керек. Дизайнын жасауға сізде телефон арқылы жасасаңыз болады, немесе ноутбукпен де жасасаңыз болады. Телефон арқылы PixArt немесе Canva приложениясы сізге өте жақсы көмектеседі. Сол приложения арқылы блокноттың дизайнын әртүрлі форматта жасай аласыз. Қалаған дизайнда жасай аласыз, немесе менің ақылы телеграм каналым бар. Сол каналымда арнайы осы блокноттарға арналған канал бар. Сол жерге тіркеліп, дайын блокноттарды алып шығарып, тапсырыспен жасауыңызға болады. Блокнотпен бірге маған осындай 12 беттік дәптерге арналған Қазыбек бидің суреті жабыстырылған етіп жасап беріңізші деген тапсырыс келген болатын. Осы 12 беттік дәптерді алып, сыртына самоклеющий қағазға принтерден шығарып алдым, сонымен осылай жабыстырып шықтым. Немесе кәдімгі қағазға шығарып алып, соны клеймен жабыстырсаңыздар да өте әдемі көрінетін болады. Және қалған құтқан қағаздардан осындай кішкентай блокноттарды жасадым. Келген ұстаздарға немесе оқушыларға бергенге өте әдемі көрінеді. Егер блокноттарға арналған ақылы телеграм каналға кіргіңіз келетін болса, менің осы видеоның астында описание бөлімінде WhatsApp номерім бар. Солған жазсаңыздар болады. Тіркеліп, кез келген блокнотты, шаблонды қолдана отырып, өзіңіз тапсырыс қабылдап, қосымша табыс табуыңызға да мүмкіндік бар. Мінекей менің блокноттарым бітті. Керемет болып шықты. Енді өзім қатты қызықтым. Қатты ұнады өзіме. Ішінде осындай Қазыбек бидің суреті бар, және сыртында Қазыбек бидің суретімен сөзі жазылған, артында өмірбаяны жазылған керемет блокноттар шықты. Тіпті қалған құтқан қағаздардан осындай кішкентай блокноттарды жасап шығардым, және самоклеющий қағазын қалған құтқанында ысырап қылмайын деп осындай суреттерімен шығарып оқушыларға немесе семинарға келгендерге бергенге өте әдемі. Және осындай әдемі қорапқа салдым, бүлініп кетпесін деп астына қағаз қиынтыларын, сосын осындай әдемі реттестіріп қойдым. Тапсырысым барған мұғалімге, тапсырыс берген мұғалімге өте қатты ұнады, және оған жылы лебіздерімді осылай жазып жібердім.
Сіздерге де осы видео ұнаған болса, осындай блокноттар жасап үйренгілеріңіз келсе, маған WhatsApp-қа жазыңыз, осы видеоның астына пікір қалдырып кетіңіз, видеоға лайк басып, мені қолдап отырсаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.